Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше әдіспен қайнап тұрған суға салып алып, бетіне ешқандай жұмыртқа жақпасаң да осылай сап-сары, жұмсақ, өте әдемі болып шығатын нанның рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 стакан су құйып, оның үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және де 10 грамм ашытқыны салып, қасықпен кішкене араластырамыз да, оның үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізіп, 600-700 граммдай ұн қосып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып, кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр етіп билеп аламыз. Ыдысымызға кішкене май құйып, ең соңында қамырымызды осылай тағы да 1-2 қайтара илеп, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз ашып болғаннан кейін үстеліміздің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды алып 2-ге бөлеміз де 2 зуалай етіп қойып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Дәл осы кезде газге басқа ыдысымызға су құйып, астын қатты шығарып қайнатып қоямыз. Қамырларымыз кішкене көтерілгеннен кейін біріншісін алып бетін жауып қоямыз, екіншісін дәл осы видеодағыдай нанның формасына салып, кішкене қолмен жайып жібереміз де, ақырындап алып, газде қайнап тұрған суымызға салып, 5 минуттай қайнатып аламыз. Не себепті суға салып алу керек, бірден духовкаға емес дейтін болсаңыздар, осылай суға салып алған кезде нан піскеннен кейін өзінің жұмсақтығын 3-4 күн бойы сақтайтын болады. Осылай кішкене көпсігеннен кейін алып, біздің духовкамыздың ыдысына салып, астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Бетіне ешқандай жұмыртқа жақпай, күн жут сеуіп, қызып тұрған пеште 220 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін мен бетіне осылай сары май жағып жібердім. Кішкене жылтырап, өте әдемі дәм береді, бірақ бұл міндетті емес, бұлай жасамасаңыздар да болады. Ыстықтай өте әдемі болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізді сұраймын. Егер видеом ұнап жатса, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментария жазып, өздеріңіздің достарыңызбен Instagram, WhatsApp желілерінде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.